Сөз депутат Әуезбаев Нұрлан Сатыбалдыұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Смайыловқа. Құрметті Алихан Асқанұлы. Қазақстан Республикасындағы ауылдық аймақтардың дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес 2400 ауылдық елді мекен жабылу алдында тұр. Бұл дегеніміз 750 мыңнан астам ауыл тұрғындарының алдағы тағдыры шешілмек деген сөз. Миллиондаған гектар жер иесіз қалуы мүмкін. Мұнда әдеттегідей пай жер иелерінің құқығы бұзылуда. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясы үкіметтің мұндай саясатын қолайсыз деп санайды және тұжырымдаманы қайта қарауды толық қайта қарауды ұсынады. Бірінші, тірек және соның төңірегіндегі серіктес деген санаттарға жатқызылған, сондай-ақ мемлекетті дамытпайтын шалғайдағы ауылдық елді мекендердің толық тізбесін қайта қарауды сұраймыз. Екінші, болашағы бар және болашағы жоқ ауылдар тізімі қандай критерийлер бойынша анықталды. Үшінші, бұл ретте даму әулеті бар ауылдық елді мекен тізбесіне кірмеген шағын елді мекендер мен ауылдардың тұрғындарын республикалық бюджет қаражат есебінен басқа елді мекендерге көшіру жағдайларын айқындалатын жөніндегі тұжырымдамада жазылған. Осыған байланысты жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына тиісті өзгерістер енгізілетін болды. Бұл ережелерді қашан және кім қабылдады? Ауыл тұрғындарына қандай жағдай жасалады? Және бұл қай өңірлерге әсер етеді? Сондай-ақ, төртінші, еліміздің қауіпсіздік жағдайын ескере отырып, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарының шекаралық аймақтарына халықпен тығыз орналастырып, оларды жұмыспен қамтамасыз етіп, әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешу бағытында жұмыстар жүргізуді ұсынамыз. Өз кезегімізде үкімет алдағы жылдардағы жойуды жоспарлап отырған ауылдардың жағдайына талдау жасай отырып, ауылдық аймақтарда дамыту тұжырымдамасы ауыл тұрғындарына пай жерлерінен біржола айырып, сол жерлерді өз активтерімен қалғысы келетін адамдардың пайдасы үшін жасалғандай әсер қалдырып отыр. Біз егер жаңа Қазақстан құрғымыз келсе, бұл өзекті мәселеге жаңаша қарауды сұраймыз. Депутаттық сауалға заңда белгіленген мерзімге жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясының депутаттары Әуезбаев, Рақымжанов, Сағындықова, Сайлаубай. Рахмет. Рахмет.